Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен алмадан ерекше пирог дайындаймыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхлитель салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бөлме температурасындағы жұмсақ сары майдың үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен араластырамыз. 1 жұмыртқамызды салып, оны да араластырып аламыз. Массамыздың үстіне разрыхлительмен ұнымызды салып, араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Біздің қамырымыз видеода көрсетілгендей жұмсақ болып шығады. Оны оқтаудың көмегімен немесе қолмен формаға жаямыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Енді начинкамызды дайындаймыз. Алманың қабығын ашып, тазалап, 4 бұрышты қылып турап дайындап аламыз. %20 қаймақтың үстіне 3 жұмыртқа, қант салып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді қамырымыздың үстіне алмамызды саламыз, кейін үстіне сұйық массамызды құйып, бетін тегістейміз. Пирогымызды қызып тұрған 170 градус пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Кейін бөлме температурасында суығаннан кейін ғана формасынан алыңыздар. Міндетті түрде 1 сағатқа холодильникке салып қойыңыздар. Сонда сіздің пирогыңыз өзінің формасын ұстайтын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк қойып, комментарий қалдырып, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.